Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Өтірік айтқандар өсетін, шындықты айтқандар өшетін заман болғаныма. Аллах сынақты көтере алған адамға ғана береді екен. Алланың сынағынан сүрінбей өттік. Аллаға шүкір. Жұмыс визасы. 7 ай бойы осы мәселені көтеріп келе жатқанымды білесіздер. Мен мемлекеттен баспана немесе жоғары жалақылы жұмыс талап еткен жоқпын. Екі мемлекет басшыларына жасаған үндеуімде ешқандай саясат, заң бұзушылықтар жоқ. Жұмсақ креслода отырып, қара халықтың қадірін білмейтін басшылар және Самат Ахметтің әр сөзін үтір нүктесіне дейін басшылыққа баяндайтын ұзын тұмсықты тоқылдақтар, екі аяқты шакалдарға айтарым. Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем. Адамның жұмсақтығын пайдаланатындар, біреудің өмірімен ойнаймын деп, өз өміріңізге нүкте қойып қоймаңыздар. Бізден сұхбат алып, бізді үндеуге қолдау көрсеткен тілшілерге де жоғарыдан қысым көрсетілді. Дайын ақпараттар эфирге берілген жоқ. Сонымен жұмыс визасы не болды деп, бізді күтіп тұрған жандар. Президент әкімшілігінен ресми ақпарат алдым. Ол хатта осылай жазылған. Үндеу қабылданды. Күтіңіздер, екі мемлекет арасында келіссөздер жүргізіліп жатыр. Енді келіссөздер қалай жүргізіледі? Бармақ басты, көз қысты болып кетпей ме? Бұны алдағы уақытта міндетті түрде бақылайтын боламыз.